Сәлеметсіздер ме, құрметті ұжымдастар? Мен сіздерге жаңа жіберген бағдарламамның аты Bandicam. Bandicam бағдарламасы менің дәл қазір пайдаланып жатқан бағдарламам. Бұл бағдарлама жаңа сіздердің бейне сабақтарыңызды жүргізуге нағыз керек бағдарлама болып тұр дәл қазір. Бұнымен жұмыс жасау қалай, сіздерге жіберген ссылканы ашып сақтау керектігін көрсетейін. Мен жіберген ссылканы браузер арқылы, WhatsApp веб арқылы ашасыздар. Міне, сіздерге жіберген ссылкам bandicam.com. Соны ашасыз. Ашқан кезде автоматты түрде загрузить етілетіндей етіп ссылка жібердім сіздерге. Загрузка жүреді. Сіздерден сұрайды, қалай сақтайын деп, қайда сақтайын деп сұрайды. Сізде загрузкеде тұра берсін. Загрузке сақтайсыз. Сақтағаннан кейін менде енді қазір бар, қайта загруз етпей ақ қояйын. Загрузки папкасын ашып, сол жақтан Bandicam'ды тауып аласыздар. Яғни сіздерде соңғы скачанный болып тұрады, бірінші болып тұрады. Менде бұрын скачать етілген, сондықтан Bandicam мінекей. Bandicam'ды екі рет басасыз. Басқан кезде сұрайды, установить деп, да. Ары қарай дали арқылы орнатасыздар. Орнатудың қиын емес. Менде қазір бар, оның үстіне қайттан орнатпаймын. Сондықтан Bandicam орнатылады. Содан кейін Bandicam белгісін рабочий столдарыңызда шығады. Bandicam белгісін басасыздар. Басқаннан кейін Bandicam беті осылай ашылады. Содан кейін мен Bandicamмен жазып отқаннан кейін менде запись басталып кетті. Ал сіздерде мына жерде рек деп тұрады. Яғни старт, запись деген. Сабақтарыңызды әуелі Bandicam'ды запись бастамай тұрып, сабақтарыңызды дайындап алыңыздар. Сабақ мысалға слайд түрінде болатын болса, немесе сайттан көрсетемін десеңіздер де, Word бағдарламасынан көрсетесіз. Мінекей, соны дайындап ашып қойыңыздар да. Сосын Bandicam төменде тұр. Осыған записьті басып, свернуть ету арқылы сабақтарыңызды жалғастырасыздар. Немесе Bandicam ашық тұр сіздерде астында, мысалы жинақ тұр. Оны экранға көрсетпей ақ қойсаңыздар да болады. Оның жолы, мысалы F12-ні басасыз, клавиатурада F12. Соны бассаңыз, запись автомат түрде басталады. Запись жүргізіледі. Сәле F12-ні басқаннан кейін. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осындай деген сияқты сабағыңызды бастап кетесіз. Назира апай екеуміздің ойласуымыз бойынша 5-7 минут уақыт болса дедік. Бір сабақ, бір тақырыпты өту үшін. Сол 5-7 минут аралығында сабақтарыңызды түсіндіріп, толықтай түсіндіріп өтсеңіз, F12 батырмасы арқылы қайтадан записьті тоқтата аласыздар. Мен қазір записьті сол F12 арқылы тоқтатамын. Істеріңізге береке берсін, күндеріңіз сәтті өтсін, түсінікті етіп түсіндірген сияқтымын. Сау болыңыздар.